Бүгін сен периметрдің не екенін білесің. Периметр жазық пішінді геометриялық фигураның барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Периметрді латынның үлкен П әрпімен белгілейді. Алдымызда тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың ұзындығы 4 сантиметр. Ал ені 3 сантиметр. Осы тік төртбұрыштың периметрі нешеге тең? Периметрді табу үшін барлық қабырғаларын қосу керек. Периметр тең 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр қосылған 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр. Есептейміз. Периметрі 14 сантиметрге тең. Тік төртбұрыштар әртүрлі болғандықтан сандардың орнына әріп қойып, А қосу Б қосу А қосу Б формуласын құрамыз. Тік төртбұрыштың периметрін басқаша есептеуге де болады. Біз тік төртбұрыштың 2 ұзындығы және 2 ені бар екенін білеміз. Сондықтан ұзындығы мен енін 2-ге көбейтіп, нәтижелерін қоссақ болады. Периметр тең 4 сантиметр, көбейту 2, қосылған 3 сантиметр, көбейту 2. Периметріміз 14 сантиметрге тең. Ұзындық пен енін әріппен ауыстырып, мынандай формула шығарып аламыз. Периметр тең А көбейтілген 2 қосу Б көбейтілген 2. Периметрді табудың үшінші тәсілі бар. Мұқият қара. Тік төртбұрыштың 2 ұзындығы мен 2 ені бар. Біз ұзындығы мен енінің мәндерін қосып, нәтижесін 2-ге көбейтсек те болады. Периметр тең 4 сантиметр қосу 3 сантиметр көбейтілген 2. Есептейміз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 сантиметр шығады. Ұзындығы мен енінің қосындысын әріппен алмастырып, формула құрамыз. Периметр тең А қосылған Б-ні көбейтеміз 2-ге. Қара, біз периметрді табудың 3 түрлі формуласын құрдық.